Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге қиярдан тіл үйретін салат жасаймыз. Бұл салатты міндетті түрде бізбен бірге жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Сонымен салатымызды жасауға кірісейік. Бізге қажетті заттар: 1 кг қияр, 300-400 грамм шамасында ет, аскөк, тәтті болгар бұрышы, сәбіз, сарымсақтар және пияз, 3 ас қасық соя тұздығы, 70 мл өсімдік майы, тұз, қант, қуырылған күнжіт, кориандр, паприка, қара бұрыш, қызыл бұрыш және уксус. Ең алдымен қиярды видеода көрсетілгендей етіп турап аламыз. Содан соң жарты шай қасық тұз салып, жақсылап араластырамыз. Тұздалған қиярды жарты сағатқа тындырып қоямыз. Етті осылай ұзынша етіп тураймыз. Және де пиязды ұсақтап турап шығамыз. Тәтті болгар бұрышында видеода көрсетілгендей етіп турап шығамыз. Және де сәбізді осылай үткіштен өткіземіз. Табаны отқа қойып, 70 мл өсімдік майын құйып, ет саламыз. Етті міндетті түрде орташа отта жақсылап қуыру керек. Содан соң туралған пиязды салып, оны да аздап қуырып аламыз. Өткіштен өткізілген сәбізді және тәтті болгар бұрышын салып, оларды ең төменгі отта 2-3 минут шамасында қуырамыз. Біздің сәбізіміз бен болгар бұрышымыз осылай қуырылды. Енді тапаның бетін жауып, 1 минутқа бұқтырып қоямыз. Осы уақыт аралығында біздің қиярымыз да дайын болды. Тұздалған қиярды басқа ыдысқа саламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, қиярдың керек емес артық суы бөлініп шықты. Ал енді қиярға дәмдеуіштерді салып шығамыз. 3 шай қасық қант, 2 шай қасық кориандр және 1,5 шай қасық паприка, жарты шай қасық қара бұрыш пен қызыл бұрыш, 1 ас қасық қуырылған күнжіт және 3 ас қасық соя тұздығын құйып, жақсылап араластырамыз. Және де қуырып дайындап қойған салмамызды салып, 1 шай қасық уксус құямыз. Өткіштің ең ұсақ бөлігінен сарымсақтарды өткіземіз. Содан соң кез келген аскөкті турап саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Салатты жасап болған соң бетін жауып, тоңазытқышқа 1-2 сағатқа салып қоямыз. Сонда салаттың ішіндегі соя тұздығы және де басқа да дәмдеуіштер қияр мен етке жақсы сіңетін болады. Сіздерге бүгінгі рецепт ұнаса, дәл осы видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Келесі кездескенше.